That's what we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark. When you met my friends, didn't even try with them. Сәлеметсіздер ме? Мен атым Жауқар. Екінші курста бизнес школада маркетинг мамандығында оқимын. Қазір осы СДУ-дағы 30 қыз Арлианда мүше. Яғни Арлиан туралы тағы да айтып кететін болсам, бізде 3 жол бар, 3 би түрлері бар. Бірінші ұлттық би, екіншісі кей-поп, үшіншісі модерн, яғни заманауи билер. Бізде қазір национальныйда ұлттық билерде адам аз болғанымен, кей-поп және де заманауи билерде қыздар өте көп. Осы 30 қыз бізден Арлиан клубында бар. Арлиан клубы көптеген іс-шараларда қатысамыз. Көбінесе клубтар бізді шақырады, өзінің іс-шараларына билеп беріңіздерші, немесе сондай іс-шараларына билеп беріңіздерші деп, кейбір кезде оқытушылардың тарапынан да ұсыныстар болып тұрады. Біз бәріне келіскіміз келеді, алайда кейбір жағдайларда бізді көп жерде шақырып кетуі мүмкін, сол үшін де кейбіреулеріне билей алмаймыз деп айтуымыз мүмкін, өкінішке орай. Бірақ көбінесе бізде аптасына 1-2 немесе кейбір жағдайларда 2-3 іс-шараларда билейміз. Сонымен қатар Арлианда тек қана біз басқа клубтардың немесе басқа іс-шараларда билемейміз, өзіміз де іс-шаралар ұйымдастырамыз. Айтатын 2 іс-шарамыз бар, ол біріншісі кей-поп рандом данс, яғни адамдарды жинап, оларды да билеткіземіз. Ал екіншісі жылдық қорытындымыз, яғни осы жылда қандай билерді биледік, соны көрсететін боламыз, және де ол іс-шарада өте көптеген басқа да универлердің қонақтары болады. Осы жылы біз маған айтып кеткендей, біз 2005 жылы құрылғандықтан 2025-те біз 20 жылдығымызды тойлаймыз. 2005-тен бері Арлианда қанша мүше болғанын білмеймін, бірақ та әр жылы 30-40 адам болатын болса, онда өте көп болды деп ойлаймын. Арлиан клубындағы мүшелер өзіне қарай осы клубта болады. Яғни менің жоспарым бойынша мен 4-ші курсқа дейін боламын, ал кейбір адамдар 1-ші курста болып, 2-ші курста шығып кетуі мүмкін, яғни сабақ бойынша немесе жоспарлары өзгеріп кетеді. Бірақ та көбінесе қыздар сол 2-3 жылдай болады. Әртүрлі санды мүшелер болуы мүмкін, яғни алдыңғы жылы 40 мүше болса, қазір тек қана 30 қыз ғана қалды. Осы Арлиандағы билердегі қаражаттарды СДУ-дан сұраймыз, өйткені біз СДУ-ға қараймыз. СДУ-да өзіміздің ұлттық киімдеріміз бар, яғни осыға дейін біз оны уже алдыртып қойғанбыз, және де олар осында тұрады. Біз керек кезінде келіп, ұлттық бидегі қыздар келіп алып билей береді. Каоримен, яғни корейский билерді билеген болатынбыз. Ол кезде біз СДУ-ға барып айтамыз, өтінішімізді білдіреміз, яғни жалға аламыз ба, әлде бір жақта бар ма деп, солай олар бізге тауып береді. Мен 11-ші класста әпкем, яғни Арлианда менің әпкем болған, сол үшін мен білдім Арлиан деген клуб бар екенін. Сонымен қатар биыл мектеп бітірген болатын, тек қана қыздарға арналған. Сол үшін де осы Арлианда тек қана қыздар болғаны мен үшін өте ыңғайлы болды. Және де осы Арлианға келіп, күшті билеймін деген ойда болдым. Жалпы осындай би клубында немесе әртүрлі клубтарда болған студенттік өмірді өте қатты қызықты және пайдалы қылады деп ойлаймын. Өйткені, мысалға Арлиан клубын ғана алатын болсақ, біз билегенімен, сонымен қатар әртүрлі іс-шараларға барып, көптеген адамдармен танысамыз. Бұл өте керемет коммуникация. Сонымен қатар біз осы СДУ-да сабақ қиын екенін мойындаймыз. Сол үшін де біз сабақтан шығып шаршағаннан кейін келіп осы жерде өзіміздің физикалық тұрғыдан қимылдаймыз және де өзімізді дамытамыз. Солай әртүрлі, ал қалған клубтар болатын болса, әртүрлі организация және де әртүрлі жауапкершілік алу арқылы біз осы болашақ өмірге дайындалып бастаймыз деп ойлаймын. Сол үшін осы студенттік өмір, ол студенттік өмірдің дамуы, студенттік өмірде болу, ол өмірге қатты қажет деп ойлаймын өзім. Арлиан клубында мен қазір организация жағынан көбірек жұмыс істеймін, өйткені хед болғаннан кейін осы бүкіл қыздарға қараймын, және де әртүрлі мәселелерін шешемін, әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырамын. Ал менің бағана айтып кеткендей мамандығым маркетинг болғаннан кейін мен болашақта бизнеспен жұмыс істеймін келеді, бизнеспен жұмыс істеймін. Сол үшін де осы Арлианда маған хед болған, ол менің болашақта өзімнің командамды дұрыс атқаруыма деген ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Сонымен қатар мен болашақта би жағынан кетпесем де, осы би билеп, мен өзімнің денемді дұрыстап шынықтырып, болашақта да тек қана сабақ оқымай, сонымен қатар физикалық тұрғыдан жақсы болып кетсем, болашақта ол үлкен пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Біздің ең бірінші Арлианның осы болашақ мақсаты, яғни болашақ пландары туралы айтатын болсам, сол ең бірінші 20 жылдықты өткізіп алу деп ойлаймын. Сонымен қатар біз СДУ-дің атын шығарып, басқа да универлерге барып, басқа да конкурстарға қатысамыз. Мысалы
мысалға алдыңғы жылы Star Show деген конкурстан бас жүлде ұтып қайтқан болатын. Сол үшін біздің осы мақсатымыз және де алдағы пландарымыз ол СДУ-ның атын шығару және де СДУ-ның би жағын өте қатты жоғарылату. Сонымен қатар енді осы Орлеанға бізбен бірге осы СДУ-ның атын шығару үшін қыздар қалай бізге кіре алады? Біз әр семестр сайын бір яғни СДУ Fest және де Club Fair-да өз-өзімізді көрсететін боламыз. Яғни осындай кастинг болады деп жариялаймыз. Қыздар әртүрлі жолға келетін болса, үш кастингтан өтіп келеді. Яғни біз кастингте қандай қыздарды аламыз? Биге хабары бар қыздарды аламыз. Сол үшін де егер де биге хабарлары болып және де икемдері келетін болса, бізге келсе біздің есік әрқашан ашық.